Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналды қолдап, лайк басып, арнаға тіркелеміз. Ыстықия дорамасы Мангалдар желісімен түсірілген. Сериал екі адамның бірге тұруда туындайтын небір қызықтары мен қиындықтарын суреттейді. Басты рөлдерде Кореяға танымал актриса Сон Хе Кё және де танымал әнші әрі актер Рейн ойнайды. Жалпы сериал көрермендермен жақсы қабылданған. Сериал түсірілген үй Инчхон қаласына жақын жерде орналасқан. Басқа сериалдардың түсірілімдеріне қарағанда бұл үй шынайы. Оның құрылысына $1 миллион қаражат жұмсалған екен. Ағаштан тұрғызылған үй көлдің жағасында орналасқандықтан терезесінен әдемі көрініс көрінеді. Осы фильмде басты рөлде сомдаған Сон Хе Кё 1981 жылы 22 қарашада Корея Республикасы Тегу қаласында дүниеге келген. Актрисаның өмірбаянында қызық факт бар. Ол әлсіз және ауыр туылғандықтан алғашқы айларда дәрігерлер нәрестенің аман қалуына кепілдік бермеді. Ал келесі жылдың ақпан айында ғана сәби қалпына келе бастады. 1982 жылдың 26 ақпанда Сон Хе Кёның ата-анасы оның ресми туған күні ретінде құжатына жаздырды. Ең алғаш Сон Хе Кё телеарнаға 1996 жылы Бақытты күн дорамасында ойнап шығады, және де сол жылы мектеп оқушыларына арналған киімдердің көрсетілімін ұйымдастыратын компанияның ең үздік моделі деген гран-приді ұтып алады. Кейін бірнеше жарнамаларда, телешоуларда көрініп жүреді. Ең үлкен танымалдылыққа ол жүрегімде қалған күз сериалынан кейін ие болады. Сонымен қатар Кореяда ғана емес, Азияның көптеген елдерінде көрсетілген Нар Тәуекел дорамасында Мин Суйонның рөлін оның актрисалық өміріне үлкен жол ашты. Бұл сериалда ол танымал актер Ли Бен Хонмен ойнайды. Сериал барысында бұл жұп өмірде кездесе бастайды, алайда қарым-қатынастары ұзаққа созылмайды. Сон Хе Кёның үздік рөлдерінің бірі Ыстықия дорамасындағы Хан Чи Йонның образын ойнайды. Бұл сериалдағы жұбы болған Рейн Кореяда танымал әнші, актер және халық сүйіктісі. Сонымен қатар Сон Хе Кё мен актер Сон Джун Ки 2017 жылдың қазан айында шаңырақ көтереді. Айта кетейік, Сон Джун Ки мен Сон Хе Кёның күн ұрпақтары телехикаясында бірге ойнап, махаббаттары сол жобадан кейін өрбіген. Бірақ отбасылық өмірлері ұзаққа созылмады. Сон Джун Ки өз мәселесінде көрермендер алдында кешірім сұраған. Сондай-ақ ажырасу туралы шешімді ортақ қабылдағанын айтты. Сон Хе Кё көптеген қоғамдық істерге белсене араласып тұрады. Қоршаған ортаны қорғау және сақтау бағдарламаларымен Азиялық пандаларды қорғау бірлестігінің елшісі. Чон Джун Хун 1982 жылы 25 маусымда оңтүстік Кореяның Сеосан қаласында дүниеге келген. Лақабаты Рейн. Мектеп жасынан бастап ол бимен белсенді айналысып, музыкаға қызығушылық таныта бастады. Мектептегі таланттар байқауларына қатысқанды ұнататын. 16 жасқа толғанда жігіт оңтүстік кореялық фан-клуб атты танымал балалар тобына қабылданады. Музыкалық топ бірнеше жазбалар жазады. Содан соң бірнеше уақыттан соң топ тарады. Алайда сәтсіздік болашақ жұлдызды алған бетінен тайдырмады. Тек жеке мансаптың дамуына түрткі болды. Рейн көптеген талантты жастарды іздеу жарыстарына қатыса бастады. Джейп Энтертейментпен келісім шартқа отырады. Жігіт өзінің тамаша вокалдық қабілетімен көзге түсті, бірақ ол алғашқыда сахнаға Пак Чен Йонмен бірге биші ретінде шықты. Ең алғашқы 2003 жылы мектепке барайық Сонгдок дорамасында дебюттық рөлінде келді. 2004 жылы Ыстықия фильмінде басты рөлдердің бірін сомдады. Сол жылдары альбом шығарды. Ол бүкіл әлемде үлкен жетістікке жетті және Рейнға үлкен даңқ әкелді. Танымалдылықтан кейін Рейн тек Кореяда ғана емес, сонымен қатар Қытай мен Жапонияда да концерттік турлар мен гастрольдік сапарларын бастады. Ол көптеген фильмдер мен сериалдарға түсті. 2012 жылы оңтүстік кореялық бұқаралық ақпарат құралдары Рейннің танымал актриса Ким Тэ Химмен қарым-қатынасын айта бастады. Жұлдызды жұп бұл шындықты көпшілікте жасыруға тырысты, бірақ 2013 жылы олар романтикалық кездесу кезінде көзге түсіп барлығына жария болды. 2017 жылдың қысында Ким Тэ Химмен үйлену тойы туралы көпшілікке жариялады. 2017 жылы ерлі-зайыптылар қызды болды, ал 2019 жылдың қыркүйегінде екінші қыздары дүниеге келді. Бүгінде Корея актері Райан жұбайымен бірге сән журналдар үшін бірлескен фотосессияларға белсене қатысуда. Сондай-ақ атақты жұп бір түсірілімде жұмыс істегісі келетінін мәлімдейді.
Хан Юн-чжун 1980 жылы 10 шілдеде оңтүстік Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Сеул өнер институтын бітіріп, кино факультетінде оқиды. Өнер студенті ретінде Хан Юн-чжун сұлулық байқауына қатысып, 1999 жылы университет ханшайымы атанды. Әдемі қызды байқап, модельдік мансабын бастауға шақырды. Ол актриса ретінде дебютын 1999 жылы «Махаббат үшін» атты телефильмінде көрсетті. Актриса алғаш рет 2002 жылы «Сәттілік смайл» мен романтикалық комедиялық драмадағы рөлмен назар аударды және CBC Drama Award сыйлығында өзінің алғашқы жаңа актриса жүлдесін жеңіп алды. Хан Юн-чжун сонымен қатар көптеген мистикалық комедиялық мелодрамаларда ойнады. 2020 жылдың 5 қаңтарында Хан Юн-чжун Латте Тауэрдегі Сингл Сеул қонақ үйінің иесі бизнесменге үйленді. Күйеуі өзінен бір жас үлкен. Ерлі-зайыптылар бір жыл сөйлескеннен кейін үйленуге шешім қабылдады. Үйлену тойы жас жұбайлардың туыстары мен достары арасында өтті. Ким Сон Су 1973 жылы 23 мамырда оңтүстік Кореяның Сеул қаласында дүниеге келген. Ол Кюнджи университетінің туризм және қонақжайлық факультетінде бітірген. Ким Сон Су ойын-сауық индустриясына 1997 жылы модель ретінде келді. Актерлік дебюті 1998 жылы Вектор мен сериясында өтті. Ким Сон Су «Ыстық ұя» романтикалық сериалында басты рөлдердің бірін сомдап танымалдылығы артылды. Әйелдер қауымы оған ғашық болып, ал ерлер оны еркектік эталон деп санады. Жеке өмірі туралы актер баспасөздерде, әлеуметтік желілерде де ашық айтпайды. Тек Ким Сон Су ұзақ уақыт бойдақ болғаны белгілі. Ол шығармашылықтан бөлек су шаңғысы, сноубордты ұнатады. Ұзақ бойдақтықтан кейін актер үйленуге шешім қабылдап, актриса Ким Сонамен отау құрды. Актер әлеуметтік желілерде белсенді, өзінің жеке веб-сайты бар, бірақ әлі де оның жеке өмірінің егжей-тегжейлері көпшілікке қолжетімді емес. Қазіргі уақытта танымал актер әртүрлі телешоуларға белсенді қатысып, Шығыс пен Еуропа елдерін аралауды жалғастыруда.